Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммит өтті. Той жасау қаншалықты қымбаттады? Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов Қазақстан-Түркия бизнес форум аясында бір қатар маңызды жұмыс кездесуін өткізді. Абай облысында биылғы жылдың алғашқы 4 айында 1345 тұрмыстық зорлық-зомбылық дерегі анықталды. Психдиспансерде есепте тұрған адам мектеп автобусымен оқушыларды тасыған. Ассаламағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге Алтай Лайф. 15 мамырда түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммит өтті. Биылғы кездесудің негізгі тақырыбы жасанды интеллект және цифрлық даму деп бекітілді. Жиын аясында қатысушылар инновациялық игіліктерді экономикалық өсу мен мемлекеттік қызметтерді жақсартуға қолдану, сондай-ақ өңірлік байланысты нығайту мәселелерін талқылады. Әрмен қарай жасанды интеллект әріптесім Айжан жалғастырады. Сөз кезегі өзіңде. Бейресми форматта өтсе де Түркістандағы бас қосудың саяси салмағы жоғары. Сарапшылар жасанды интеллект бойынша ортақ декларация қабылданып, цифрлық ынтымақтастық платформалар мен киберқауіпсіздік механизмдері іске қосылуы мүмкін екенін айтады. Сонымен бірге Қазақстан өзін Еуропа мен Азия арасындағы цифрлық көпір ретінде танытуға ұмтылып отыр. Тарихқа шегініс жасасақ, 2024 жылғы бейресми саммит 6 шілдеде Әзірбайжанның Шуша қаласында өткен болатын. Дәл осы Әзірбайжан елі түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитін өткізу форматын ұсынған болатын және Шуша қаласындағы бейресми саммит өте табысты өтті. Ал биыл түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласында өтуі кездейсоқ емес. Түркістан 12 ғасырда өмір сүрген философ Қожа Ахмет Яссауимен тығыз байланысты қала. Оның кесенесі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген. Түркі әлемі үшін бұл тарихи орны ғана емес, ортақ өркениеттік бірегейліктің символы. Сондай-ақ биылғы бейресми саммитке жасанды интеллект және цифрлық даму тақырыбының таңдалуының да өзіндік мәні бар деп атап өтті саясаттанушы, қоғам белсендісі Әділ Сайлаубек. Жасанды интеллект мәселесі бойынша үлкен дөңгелек үстел және кездесулер өтті. Бұның енді мен ойлаймын маңыздылығы негізі енді атап айтып тұрғандай өзіміздің бауырлас түрік мемлекетінің осы барлығының негізі түбі тарихы, мәдениеті, ғұрпы бәрі бірдей болып келеді. Енді осы орайда енді ары қарайда осыны жандандырып, яғни біздің болашаққа қазіргі уақыттағы өзіміздің түп тарихымыздың сақтау, және оны біз мадақтау ретінде және жас ұрпақ болашақ өзіміздің балаларымыздың білуі және ол үлкен бір дүние деп ойлаймын. Осы тарапта жан-жақты жұмыстар жасалынып, енді кезекте алдағы уақытта бір үлкен бір нәтижесін күтеміз деп ойлаймын. Енді негізгі мақсат, міндет бұл дүниені, заманауи дүниені біз ары қарай дұрыс алып кетіп, және нақты дәлелденген мәліметтерді ұсынсақ, бұл тек қана Қазақстан мемлекетінің азаматтарына ғана емес, бүкіл түркі халық елдерінің бірігіп, яғни өз түп тарихын зерттейтін негізгі мәселелердің, заманауи мәселелердің бірі болар еді. Түркі мемлекеттері ұйымының сарапшыларының айтуынша, жасанды интеллектіні дамыту саласында ұйымға мүше елдердің бәрінің де өзіндік тәжірибесі бар және олар өте жоғары деңгейде. Мәселен, Әзірбайжанда 2025-28 жылдарға арналған жасанды интеллект стратегиясы жүзеге асырылып жатыр. Қазақстанда биылдан бастап жаңадан қабылданған жасанды интеллект туралы заң күшіне енді. Елде жасанды интеллект министрлігі құрылып, цифрлық технологиялар, экономика мен қоғам өмірінің бүкіл салаларына дендеп енгізіліп жатыр. Түркістан саммитінің негізгі тақырыптарының бірі ортақ түркілік жасанды интеллект институтын құру. Ол білім беру бағдарламаларын, технологиялық әзірлемелерді және цифрлық трансформацияны біріктіретін платформа болмақ. Яғни түркі интеграциясын саяси деңгейден технологиялық деңгейге көтеру көзделіп отыр. Түркістанда өткен бейресми саммит түркі мемлекеттері ұйымы тек саяси одақ емес, ортақ болашақтың кеңістігіне айналғанын айқындайды. Қазақ үшін той тек мереке емес, ағайынның басын қосатын дәстүрмен қуанышты тоғысатын маңызды күн. Алайда соңғы жылдары халықтың тойға деген талғамы өзгеріп келеді. Бірі сән салтанатты таңдаса, енді бірі қарапайым әрі шағын форматқа басымдық бере бастаған. Ал Өскеменде той өткізу мәдениеті қандай бағытта дамып жатыр? Қазіргі таңда тұрғындар неге көбірек мән береді? Той жасау қаншалықты қымбаттады? Тілшіміз
анықтап көрді. Той маусымы басталып кетті. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерден байқағанымыз бойынша тойдан мүлде бас тартып жатқан жастар да бар. Неке қию мен қарапайым форматты таңдайтындардың да саны аз емес. Ал Өскемендегі жағдай қалай? Қазақтың тойы бітпесін демекші. Той сезоны келе жатыр, міне қазір басталды. Біздің Өскеменде енді тойдың жастар бас тартып жатқан дегені қазір жылдан жылға енді 50-50 болып бара жатыр. Бұрында 70-30 болатын, бәрі жасаймыз, 30% жасамайық, бүйтейік, путешествиеға барайық, квартира алайық деп, қазір 50-50 болды. Өйткені бұл енді жастардың өздерінің пікірлерін қабылдамау ата-аналардың, ата-аналардың кезінде жасалмаған дүниелерін өздері жасағысы келеді балалары арқылы, балалардың тойы арқылы. Сондықтан енді көбінесе олардың достары ескерілмей қалады, я болмаса оларға көңіл бөлінбейді, тос та берілмей қалады. Соның арқасында бас тартып жатыр жастар. Ал бұл мәселеге мейрамхана иелері қалай қарайды? Және қазіргі таңда қалада той өткізу қанша қаржыны талап етеді? Мейрамхана иесінен сұрап білдік. Жастар көбі қызы той жасамайды. Былтырдан қарағанда, алдыңғы жылдан қарағанда биыл той аз. Енді жастар қазір әркім өзінің ойы бар. Жастардың қалауы сондай болатын болса, значит, солай болып шыққан шығар енді. Той шығынының басым бөлігі мейрамханаға кететіні белгілі. Қаладағы орташа баға қандай және бүгінде той өткізу қанша тұрады? Енді қала бойынша әртүрлі баға бар. Мысалы, қаланың шетіндегі ресторандарда 9 мыңнан 10 мыңнан басталады. Қаланың ішіндегі жәнден ашылғандардікі 18-20 мыңнан жоғары басталады кісі басына. Адам көрпесіне қарап көсіледі дегендей. Кім қандай шамасына келеді, сол шамасына байланысты мейрамхана іздейді. Мейрамханадан бөлек тойда шоу бағдарлама, декор, фото, видео түсірілімі сияқты қосымша шығындар да жетерлік. Өскеменде барлығын қосқанда орташа той өткізу қанша тұрады? Бұл сұрақты аса баға қойып көрдік. 10 жыл бұрын адамдар шақыра беретін 300-400-ге сыймаса да қиыстырып қоя беретін. Қазір 150-200. Нақты енді карантиннен кейін нақты адамдар шақыра бастады. Барлығын есептеген кезде, грубо говоря, где-то 10 миллион-11 миллион деп болады шығын. Он бірақ ресторанға байланысты болады енді ол. Қазір той форматы да оған деген көзқараста өзгеріп жатыр. Бір жүздеген қонақ шақырса, енді бірі шағын ғана кешпен шектеледі. Дегенмен қалай өткізсе де, әр жұп үшін бұл күн өмірдегі ең маңызды сәттердің бірі болып қала береді. Елдегі жаңалықтарға кезек берсек, Шығыс Қазақстан облысының делегациясы Қазақстан-Түркия бизнес форумда өңір әлеуетін таныстырды. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов Қазақстан-Түркия бизнес форум аясында бір қатар маңызды жұмыс кездесуін өткізді. Форумға екі елдің іскер топ өкілдері мен инвесторлар қатысып, экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мәселелері талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев және Реджеп Тайып Ердоғанның қатысуымен өткен Қазақстан-Түркия бизнес форумда бірлескен инвестициялық жобаларға ерекше назар аударылды. Жалпы құны $920 миллион асатын инвестициялық бастамалардың нәтижесінде 3100-ден астам жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланып отырғаны айтылды. Осы маңызды алаңда Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов түркиялық компаниялар мен бизнес өкілдерімен кездесулер өткізіп, өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық бағыттарын талқылады. Айта кетейік, бүгінде Қазақстанның бірнеше өңірінде туризм саласына маманданған түрік компаниялар табысты жұмыс істеп жатыр. Ал Шығыс Қазақстан облысы үшін мұндай халықаралық байланыстар жаңа инвестиция тартуға, өндірісті дамытуға және өңір экономикасын нығайтуға мүмкіндік береді. Психдиспансерде есепте тұрған адам мектеп автобусымен оқушыларды тасыған. Ұлытау облысы Қаржал қаласында жүргізуші куәлігінен айырылған әрі есту қабілеті нашар ер адам мектеп автобусын тізгіндеген. Қалалық прокуратураның мәліметінше жүргізуші психоневрологиялық ауру бойынша диспансерлік есепте, оның үстіне есту қабілеті төмен екінші топтағы мүгедектігі бары анықталған. Соған қарамастан ол мектептердің бірінде 129 оқушыны тасымалдап келген. Тексеріс нәтижесінде жауапты тұлғалар жазаланып, жүргізуші жұмыстан шығарылды. Абай облысында биылғы жылдың алғашқы 4 айында 1345 тұрмыстық зорлық-зомбылық дерегі анықталды. Бұл туралы Ішкі істер министрінің баспасөз қызметі хабарлады. Полиция департаменті тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрес өңірдегі негізді басым бағыттардың бірі болып қала беретін
атап өтті. Бұл ретте әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше назар аударылып отыр. Денсаулыққа жеңіл зиян келтіру және ұрып-соғуға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар қылмыстық теріс қылықтар санатына ауыстырылды. Сонымен қатар 2025 жылғы 16 шілдеден бастап сталкинг, яғни адамның еркінен тыс заңсыз қудалау, сондай-ақ некеге тұруға мәжбүрлеу әрекеттері үшін жауапкершілік енгізілді. Биыл осы баптар бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылық пен күш қолдану деректеріне жол берген 34 тұрғын анықталған. Елордада өткен 5-ші халықаралық роботы Гранд Торнамент Астана 2026 робототехника чемпионаты мәресіне жетіп, елордалық оқушылар жоғары нәтижелермен көзге түсті. Биыл алғаш рет президенттік Түріктайм бастамасы аясында ұйымдастырылған ауқымды дода түркі әлемінің жас инженерлерін бір алаңға тоғыстырды. Халықаралық чемпионатқа Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан және Тәжікстаннан үздік командалар қатысып, 2026 жылғы турнир шетелдік қатысушылар саны бойынша рекорд орнатты. Астана төрінде 45-тен астам халықаралық команда өзара бақ сынады. Жарыс қорытындысында елордалық оқушылар бірқатар негізгі санат бойынша үздік нәтиже көрсетіп, халықаралық деңгейдегі бәсекеде Астананың білім мен технология орталығы ретіндегі жоғары деңгейде дәлелдеді. Қарағанды облысында 70-тен астам ауыл алкогольден бас тартты. Ішімдіксіз ауыл жобасы кеңейтіліп жатыр. Жоба өңірдегі ондаған елді мекенде нақты нәтиже көрсеткен. Билік пен полиция тұрмыстық қылмыстардың азайғанын атап өтіп, алкоголь өнімдерінің сатылуын бақылауды күшейтуді жоспарлап отыр. Қарағанды облысында ішімдіксіз ауыл жобасында 74 ауыл алкогольді толықтай бас тартқан. Полицияның мәліметінше бұл бастама айтарлықтай әлеуметтік нәтиже берген. Аталған елді мекендерде тұрмыстық жанжалдар мен спирттік ішімдіктер тұтынуға байланысты қылмыстар тіркелмеген. Полиция өкілдері мұндай бастамалардың басты мақсаты негізсіз тыйым салу емес, тұрғындар үшін қауіпсіз орта қалыптастыру және мас күйінде жасалатын қылмыстар санын азайту екен атап өтті. Осымен сіздерге айтар жаңалық тәмам. Құрметті көрермен, сіз әлеуметтік маңызды оқиғаның куәсі болсаңыз, фотосуреттер мен видеоларды экранда көрсетілген телефон нөміріне жібере аласыз. Бүгінгі эфирімізде еліміздегі және күллі түркі әлемдегі маңызды жаңалықтарға кезек бердік. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын ағайын.